Сәлем достар, бүгін аузыңда еретін песочный пирог галета жасайтын боламыз. Бұл өте оңай әрі тез дайындалады. Үйдегілер қайта-қайта сұрайтын болады. Ең бірінші чашыға қантты салып, пудра жасап аламыз. 10 секунд 10-шы жылдамдықта. Оған ұн, жұмыртқа, сары май, тұз қосып, 10 секунд 5-ші жылдамдықта дайындаймыз. Небәрі 10 секундта дайын болды. Қамырды біріктіріп, тоңазытқышқа сала тұрамыз. Дәл сол уақытта начинкасын істейміз. Ол үшін бізге сүзбе, қант, жұмыртқа қажет болады. Бәрін чашыға салып, 30 секунд 5-ші жылдамдықта дайындаймыз. Қамырды домалақ қып жаямыз, үстіне начинкасын құйып, жан-жағынан жабамыз. Кез келген жеміс-жидек салсаңыз болады. Қызып тұрған пешке 30 минут 180 градуста пісіріп аламыз. Оңай әрі жылдам дайындалатын пирогымыз дайын болды. Ас болсын. Ал сіздер шайға не дайындайсыздар? Комментарийда жаза кетсеңіздер.